Білім алушылар үшін күнделік есепті құру. Жоспарлар модуліндегі келісілген жұмыс жоспарды ашыңыз. Батырмалар лентасындағы күнделік есеп батырмасын басыңыз. Жүйедегі күнделік есеп жалпы 5 беттен құралған. Бастапқы 3 бетті білім алушы толтырып, келісуге жіберуі тиіс. Жүйедегі соңғы 2 бет сіздің практика бойынша бағалануыңыз. Ескерту: егер сіз тәжірибені университетте өтсеңіз, күнделіктегі алғашқы 3 құжатты келісуге жіберу бетінде кафедра меңгерушісін көрсетіп келісуге жіберу қажет. Егер сіздің келісім шартыңыз қағаз түрінде жасалған болса, онда тәжірибеден өтетін ұйымның жетекшісі немесе сол ұйымдағы қол қою құқығына ие тұлға смарт ену жүйесінде тіркелуі тиіс. Тек тіркелгеннен кейін ғана келісуге жіберу бетінде осы тұлғаны көрсетіп, құжатты келісуге жібере аласыз. Маңызды ескерту: тұлға жүйеге тіркелу кезінде әрдайым қолданыста болатын электрондық поштасын көрсетуі қажет, себебі дәл сол пошта арқылы қол қоюы қажет құжаттарға қол жеткізе алады. Бірінші бет: күнделік есеп. Мұнда титул парағы мен жұмыс жоспар және сіздің оған енгізген нәтижеңіз көрсетілген. Барлық нәтиже енгізілген соң күнделік есепті келісімге жіберіңіз. Ашылған келісуге жіберу бетінде сіздің келісім шарттағы контрагент бірден көрсетіліп тұрады. Келісімге жіберу үшін жіберу батырмасын басыңыз. Екінші бет: қауіпсіздік ережесі. Практика барысындағы ұйымдағы қауіпсіздік ережесін енгізіңіз. Қосу батырмасын басып, ашылған бетке қауіпсіздік тақырыбының мазмұнын және сәйкес ай мен күнді көрсетіп, қосу батырмасын басыңыз. Осы реттілікті қайталау арқылы ережелерді енгізе аласыз. Барлық ережені қосқаннан кейін контрагентке келісуге жіберіңіз. Үшінші бет: контрагенттің қорытындысы. Бос бетті бірден контрагентке келісуге жіберіңіз. Контрагент поштасына келген сілтеме арқылы өтіп, жүйеде қорытындысын енгізіп, сақтағаннан кейін бірден электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қоюы тиіс. Мәтіндік редактор толтырылып, қол қойғаннан кейін қорытынды жүйеде бірден көрсетіледі. Төртінші бет: кафедраның практиканы бағалауы. Сіздің практика жетекшісінің енгізген бағалауын көру мүмкіндігі қарастырылған. Бесінші бет: тәжірибелік бағалау. Комиссия мүшелерінің енгізген бағалауын көру мүмкіндігі қарастырылған. Күнделік есепті бір архивте жүктеу. Күнделік есептің барлық беттері толтырылып, келісілгеннен кейін күнделік есеп бетінде барлығын бір архивте жүктеу батырмасы пайда болады. Батырманы басу арқылы PDF файл ретінде құжаттарды бір архивте құрылғыға жүктей аласыз.